Ешкімге кім екенін дәлелдеп әлек болма. Сенің жаман жағыңды көргісі келген адам бәрібір жақсы жағыңды көре алмайды. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Қиындық көрмеген адам бақыттың не екенін білмейді. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Біреу тірі жүрсе де жоқ сияқты, біреу өліп қалса да бар сияқты. Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам бір күні өзі де бақытқа жетеді. Кешірімді кісі ғана ірі адамға айланады. Өйткені оның жүрегі кең, өресі биік. Адам қызғаныштан тез қартаяды. Реніштен ауру пайда болады. Ашушаң жүдегіш келеді. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала шағаңыздың амандығы, отбасыңның татулығы. Қадіріңді кетірме, ол сенің таптырмас байлығың. Көрсеткен құрметің үшін құрмет төлесін. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса. Адалдық деген ешкімге қиянат жасамай, таза еңбегімен күн көреді. Сыйластық пен адалдық бар жерде үлкен махаббатпен шайқалмас шаңырақ болады. Ниет тілден емес, жүректен шығу керек. Өзгені төмендеткеннен биік болып қалмайсың. Өзгенің қателігін сынаған өзінікін байқамайды. Сізге өсек айтқан адам сіз туралы да өсек айтады. Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен ұйықтаңыз. Кімнің кім екенін басыңа іс түскенде білесің. Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жаста қуаныш, әр сабырлықта абырой жасырылған. Қыз деген ренжету үшін емес, еркелету үшін. Айғайлау үшін емес, аялау үшін. Алдау үшін емес, армандау үшін. Ұру үшін емес, сүю үшін жаралған. Қыздың сұлулығы оның тәрбиесінде, ұяттық сезімінде, алған білімінде, сабырлығында, кішіпейілігінде, қарапайымдылығында. Ертеңгі жетістік бүгінгі қиындықтар мен қолайсыздықтарға негізделген. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәрін емес. Ақылды адам біреудің кем-кетігін өзі түзеп жүреді. Ақымақтар біреудің кем-кетігін жіпке тізіп жүреді. Адам біреуге риза болса, кемшілігін көрмейді. Біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді. Біреулер уақытты жеткізе алмайды, біреулер уақытты өткізе алмайды. Адамның көңіліне қарап сөйлеу адамгершіліктің белгісі. Адам басындағы мың ойға емес, аузынан шыққан бір сөзге жауап береді. Өзіңе қатысы жоққа араласпа. Өзіңнің қандай екеніңді сөзіңмен емес, ісіңмен көрсет. Кешірімді екен деп ренжете беруге болмайды. Тілім бар деп сөйлей беру қадірін жоғалтады. Сараң алғанына, жомарт бергеніне қуанады. Сөйлей беретін адам көп, сөйлей білетін адам аз. Өмірге наразылық танытқанша, өміріңді мәндетіп сүруге ұмтыл. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен мақсат жоқ адам кедей. Байлық пен кедейліктің шекарасы ақша емес, шекарасы қанағат. Кім қанағат қылса, ол өзін